Сәлем құрбым, каналыма қош келдіңіз. Мен есім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен яблочный пирог жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде ең соңына дейін көріңіз, және де келесі видеолардың шығуына мотивация ретінде лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Яблочный пирогқа бізге не қажет? Әрине алма қажет. 2-3 алманы осылай тура баласыздар. Және де 3 жұмыртқа, сүт, майды ертіп алдық. Одан кейін ванилин дәмін келтіру мақсатында разрыхитель, шекер және де ұн қажет. Ал ендеше кірісейік. Ең бірінші 3 жұмыртқаға шекерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шекерді қосамыз. Міндетті түрде весімен өлшеп алыңыздар. Сол кезде яғни идеально жақсы шығады. Өздеріңіз лишний расход болмайсыздар. Осыны жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластыруға болады. Жұмыртқа мен шекерді араластырып болған соң майымызды қосамыз. Және де сүтімізді қосамыз. Сүт міндетті түрде комнаталы температура болуы қажет. Осыны жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Және де қайттан 0-ге басып, разрыхительден 8 грамм қосамыз. Бір шетке қосып жасаймын. Асып кеткен жағдайда қайттан ала саламын. Одан кейін қайттан 0-ді басып, яғни 10 граммдай ванилин қосам. Ванилин именно осыны алыңыздар, дәмі күшті шығады. Бағасы 1300-1400 теңге тұрады. Советую сіздерге. Обычно пакетикте ванилинге қарағанда осымен жақсы шығады. Енді осыны бір жақсылап араластырып аламын. Ең соңында туралған 2-3 алмамызды қосып, тағы да бір араластырып жіберем. Және де осылай кольцо алып алсаңыздар, домалақ, жүрекше форма, өздеріңіз қалаған формаға саласыздар. Рецептердің барлығын видеоның астында жазып қалдырам, сол жерден көрсеңіздер болады. Құр қарап отырмай, лайк басып қойыңыздар. Духовканы алдын ала 180 градусқа қыздырып алдық. 25 минутқа салатын боламыз. Міне, кольцоға астын майлап еш нәрсе қылған жоқпын. Тура осылай саламын. Шаймен ішкенге жақсы кетеді. Яблочный пирогымыз духовкадан шықты. Сахарная пудраны сеуіп жатырмын бетіне. Қазір осыны 4 бұрышты етіп кесіп, сіздерге қалай шыққанын көрсетемін. Жүп-жұмсақ болып шыққан, қараңыздар. Пышақпен кесілгенде байқалады адамдарға қалай шыққан тестан. Байқап қарасаңыздар, менде рецептердің барлығы жеңіл рецептер. Яғни бір қиын, бір қатты, бір ұзағынан істейтін нәрселер емес. Бір ары кетсе, бір 10 минут уақыттарыңыз кетеді. Зато жоқтан барды жасап, осылай жасайтын боласыздар. Міне қараңыздар қалай шыққанын. Көтеріліп шықты. Әрі жүп-жұмсақ, ішінде алма да бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қазір су қажет, шаймен ішкенге таңғы асқа да жақсы кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға лайк басып, және де тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, ол үшін каналға тіркеліңіздер.